Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Қазір өздеріңіз білесіздер, Телеграмда, ТикТокта, Инстаграмда осындай ойындар өте көп реклама жасалып жатыр. Оның бірі авиатор және де JetX деп аталынады. Ал қазір менің балансымда 3000 теңге ақша бар. Осы ойынды біз тексеретін боламыз. 10 ставка қоямыз. 10 ставкадан кейін біздің, яғни 3000 теңге ақшамыз көтеріле ме, әлде жоқ па, соны тексереміз. Сонымен қатар қосымша айтқым келгені, мұндай азартны ойындарды негізі ойнамаған жөн. Біз тек развлечение түрінде қараймыз. Осы екі ойынды тексеретін боламыз. Біріншісі JetX, екіншісі осы пенальти. Мен ешқандай ссылка қалдырмаймын достар, сондықтан да видеоға лайк, поддержка жасауды ұмытпаңыздар. Ал біз жалғастырамыз. 100 теңге біріншісіне қойдық, және де екіншісіне тағы да қосымша 100 теңге қойдық. Сразу ұтылдық, 200 теңге минус. Ары қарай жалғастырамыз. Тағы да 100 теңгеден. Біздің задача 1-50-ге дейін сақтап қалу, яғни біріншісін, ал екіншісін 2-ге дейін. Көбінесе бұл жерде адамдар азартқа кіріп кетіп, яғни үлкен X-ті алғысы келеді. Келесіге кіреміз. Қайтадан 1-5 болмады, яғни біздің қазір баланс 2900 теңге болған, 2796 теңгеге түсіп қалды. Тағы да ұтылдық. Бұл біздің үшінші ойын достар. Көріп тұрғандарыңыздай қазір баланста 2596 теңге қалды. Біздің задача жаңағы айтып кеткендей 1-5, екіншісін 2-ге дейін жеткізу. Міне біріншісін ұстадық, екіншісін тоже ұстадық. Жаңа айтқанымдай көбісі бұл жерден үлкен X-ті ұстап алғысы келеді, соның арқасында көбірек ақша табамын деп ойлайды, бірақ олай әрқашанда бола бермейді. Келесі ойынға қатысамыз. Бұл біздің төртінші ойын. Так, минус болды. Қайтадан балансты қазір 200-ден қойып көрейік. 1-5 ұстау керекпіз. Ал екіншісін 2. Біз балансымызды, яғни ставканы үлкейткеннің арқасында қазір бізде 3148 теңге болды. Бұл біздің 5-ші ойын. Келесіне қатысамыз. Ұтылдық, яғни 2848 қайтадан баланс. Ары қарай жалғастырамыз. Бұл біздің уже 6-шы или 7-ші ойын. Яғни көріп тұрғандарыңыздай достар, бұл жерде мен ешқандай там 10x или 5x ұстамай, жай ғана 1-5-ті ұстап алу керек болып тұр, оның өзі де болмай тұр. Ары қарай жалғастырып отырық. 1-5, екіншісі, міне екіншісін жетпей қалдық. Яғни біздің балансымыз уже 2564 теңге, яғни біз қазір минустамыз. Бұл 8-ші ойын. 2x ұстап көрейік. Біріншісін ұстадық, екіншісінде де 2x. Кейбіреулер әрине 10-15x беру мүмкін, бірақ ол өте сирек кездеседі. Осылай 6-да 85x. Келесі ойынға 200-ден қатысып көрейік. Көбісі 1-30-дан, яғни шығып жатыр екен. Біз қайтадан 1-60, екіншісін 2x ұстап қаламыз. Яғни тек қана бізде бірақ стратегия, екеуіне де үлгердік, 2-15-те, яғни жарылды. Қазір баланста 3200 теңге бар. Енді екі ойынды көрсетемін, соны мен примерно қарайтын боламыз. 200 теңгеден қойдым. Так, 1-60, екіншісін 2x. Міне достар, ұстадық. Қазір баланста 3600 теңге бар екен. Жалпы достар, бұл жерде айтқым келгені, егер де біз тек қана бір ставкамен қоятын болсақ, яғни 100 теңгемен, онда біздің балансымыз негізі минусқа кетіп қалатын еді. Яғни жаңа мен баланстағы ставканы көбейткеннің арқасында қазір біз кішкене болса да плюста екенбіз. Соңғы ойын достар, қайтадан тексереміз. Тағы да 2x бере ме, әлде жоқ па, сол интересно. Екіншісін үлгермей қалдық, яғни баланс 3500 теңге. Қайтадан. Негізі JetX-тің айырмашылығы авиатордан особо шыны керек жоқ екен. Осылай достар, қазір баланста 3995 теңге бар. Бұның барлығы негізі осы ойында ойнап жатсаң азартқа кіріп кетуі мүмкін. Көбісі одан кейін барып осы өздерінің ақшаларынан ұтылып жатады достар. Сондықтан да ешқандай сіздерге рекомендация бермеймін бұл ойын жайлы. Бұл тек қана развлечение түрінде. Қараңыздар достар, біздің теңгерім қазір 3995 теңге, яғни біз 3000 теңгемен басадық, плюс 900 теңге. Жаңа айтып кеткенде, бұл жерде азарттың арқасында көбісі ұтылып жатады. Келесі ойынды тексеретін боламыз, ол пенальти. Осын тексеріп болғаннан кейін қосымша қайтадан үлкен ставка қоятын боламыз осы JetX-та. Ал жалғастырамыз. Сіз осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз, және де сіз өзіңіздің ойыңызды комментарияға қалдырып кетіңіз. Яғни ойнау дұрыс па, әлде ойнап көрдіңіз ба, ұтылдыңыз ба ақша, соның барлығы
басқа жаңағы адамдарға интересна болады. Бұл жерде біз команда таңдаймыз, одан кейін ставка қойып бір жаққа, яғни гол соғуымыз керек екен. Skip басамын, ал біз білмеймін Германияны таңдайық. Ары қарай мысалы мына жерде біз қалай басу керек екен? Play басамыз да мына жаққа таңдаймын. Гол отбили, яғни біз жаңа 200 теңгеден ставка қойған екенбіз. Жалғастырамыз, біздің ставка 200 теңгеден ең үстіңгі уголға 10 ұстап алды. Достар, көріп тұрғандай біздің баланста минус 400 теңге. Енді осы жерден қосымша 4 удар жасап көрейік. Play басамын, астыңғы жаққа 10 да ұстап алды, минус кетті. Келесі мына жаққа. Бұны ұстамады, 1.92 таптық. Келесісін ұрып көрейік. Минус. Яғни біздің балансымыз 3195 теңге. Астыға қарай. Көбінесе көріп тұрғандай бұл жерден ұту оңай емес екен. Сондықтан да бұндай ойындарды ойнамаған дұрыс. Келесісін қоямыз. Оны да ұстап алды. Яғни біздің балансымыз 2795 теңге болды. Қайтадан қайтып алдық. Сол жерге ұрып көрейік. 3.84, одан кейін тоқтау қалай екен бұл жерде. Collect. Яғни 768 теңге қосымша пайда таптық екен. Play. Астыңғы жаққа. Қайтадан ұстап алды. Осылай достар, аса ешқандай қиындығы жоқ жалпы, бірақ бұл жерден ұту өте қиынырақ. Сондықтан да қайтадан біз оралып JetX-қа келеміз. Яғни қазір мен әрбір ойынға уже 300 теңгеден қоятын боламын. Баланс 3163. Яғни бір ставкаға бізде 600 теңгеге дейін кетіп жатыр. 1.50 ұстаймыз, екіншісі 2-ге дейін жетпедік. Өзіміздің бұрынғы балансқа оралып келдік. Қайтадан күтеміз 1.5-ті, ал екіншісінде 2.5-ті күтіп көрейік. Так, оны да ұстадық, 3649 теңге. Жалпы осылай достар, қазір өзім соңында ойымды айтып кететін боламын. Play басайық, мына жерде почему-то маған қойдыртпай жатыр екен. Біреуінде 400 теңге ставка, екіншісінде 300 теңге. 1.5, ал екіншісінен біз қосымша 2.5 емес, давайте 3 ұстап көрейік. 3-ті ұстадық, 4700 теңге баланс. Енді бізге балансымызды 5000 теңгеге дейін жеткізейік, одан кейін сол ақшаны сіздердің араларыңызда ойнататын боламын. 1.5, екіншісінен 2 ұстау керекпіз. Қайтадан 4794 теңге. Достар, көрдіңіздер, бағана кішігірім ұтқанымен қазір уже минусқа кетіп бара жатырмыз. Мен ставканы үлкейттім. Қазір 2 ұстап көрейік. Үлгермедік. Яғни балансымыз 3794 теңге. Ары қарай қайтадан үлкейтеміз. 2-ні күтейік. Осылай достар, ставканы көбейткеннің арқасында бізде қазір балансымызда 5000 теңге ақша бар екен. Бұл ойыннан шығамыз. Осы 5000 теңгені сіздердің араларыңызда ойнататын боламын. Условия осы каналға подписка, видеоға лайк басып, одан кейін өздеріңіздің ойларыңызды комментарияға жазыңыздар. Яғни ойнап көрдіңіздер ма, қанша ұттыңыздар, ұтылдыңыздар, соның барлығын. Ал жалпы енді менің ойыма келетін болсақ, жаңа айтып кеткендей, бұл барлығы азарт. Қазір бір рет ұтқанымен ертең 10 рет ұтылып қалуы мүмкін осындай ойындардан. Сондықтан да достар, сіздерге ешқандай рекомендация бермеймін бұл ойындардан. Яғни пенальти вообще ойнап керек емес. Және осы JetX авиаторда тоже ойнамаған жөн. Біз болсақ бұны развлечение түрінде қарадық. Сондықтан да достар, егер де осындай видеолар ұнайтын болса, басқа әртүрлі сайттарды тексеру үшін поддержка жасап, осы каналға подписка жасап, на үстіңгі оң жағында бізде колокольчик бар. Видеоларды жіберіп алмас үшін все дегенді таңдаңыздар. Ал сіздермен болған Дәулет Бисұлтанов, келесі видеоға дейін кездескенше.